Бүгінгі сабақта біз алкандарды қарастыратын боламыз. Дәлірек айтқанда, алкандардың анықтамалығы, гомологтері, номенклатуралары, алкандардың галоген туындылары, олардың алыну жолдары және физика-химиялық қасиеттерін қарастыратын боламыз. Ең алдымен алкандар дегеніміз не? Алкандардың анықтамалығын жазатын болсақ, ашық тізбекті түзу сызықты және қаныққан көмірсутектер. Алкандардың негізгі формуласын білеміз, ол CnH2n плюс 2. Енді алкандардың гомологтерін алып қарастыратын болсақ, біз білетіндей алдымен метан, С2H, 2-ге көбейтеміз, плюс 2, 6 этан, пропан, пентан, С6H14 гексан, С7H16 гептан, С8H18 октан және С9H20 нонан, С10H22 декан. Осы аталған қосылыстардың барлығы бізде алкандарға жатады. Жалпы алкандардың бір-бірінен айырмашылықтары, олар мына CH2 гомологтерінде жатыр, яғни осы тұрған қосылыстардың барлығы CH2 тізбегінен тұрады. Бұлардың негізгі бір-бірінен айырмашылығы, жаңа ең соңғы айтып кеткен физика-химиялық қасиеттерін қарастырып өтетін болсақ, мына жерде тұрған С1-ден, то есть метаннан бутанға дейінгі заттар, мына заттар бізде, бутанға дейін. Газ тәріздес заттар, яғни нормалды жағдайда газ тәріздес заттар болып келеді. Пентаннан, жерге жасайын, С5-тен С15-ке дейін бізде бұлар сұйықтық болып келеді. Ал С16-дан әрі қарай заттар, яғни С16-дан көбірек болса, көміртегі сандары, онда бұл бізде қатты заттар болып келеді. Сонымен қатар, номенклатура бойынша біз номенклатураны қарастырамыз дедік. Негізгі бүгінгі біздің қарастыратын номенклатурамыз 3 номенклатура қарастырамыз. Біріншісі ол тарихи номенклатура, рационалды номенклатура және Си жүйесі бойынша Швейцарияда жаңағыдай жалпы ұлттық конференцияда қолға алынған Си жүйесі бойынша номенклатураны қарастырып өтеміз. Осы жерде аталған мета, эта, пропа деген сандардың барлығы грек тілінен аударған кезде жаңағы 1, 2, 3, 4 дегенді білдіреді. Яғни бұл номенклатура бізде тарихи номенклатуралары бойынша екен. Тарихи номенклатура бойынша біздегі осы алкандардың атаулары осылай аталып кеткен. Енді кеттік келесі. Енді мен келесі радикалдарын қарастырғым келіп отыр. Радикалдар дегеніміз, жаңағы біз егер формула қарастыратын болсақ, жаңағы ашық тізбектердің арасына көміртегінің қосылыстарын енгізіп жіберетін болсақ, осы радикалдарды қолданамыз. Ең алдымен CH3 радикалы метил, CH3, CH2 радикалы этил, дәл сол сияқты. CH3, CH2, CH2 пропил.
егер де мына жерге біз тағы да CH3-ті жалғап жүретін болсақ, бұл бізде 4 көміртегі атомы болғаннан кейін изобутил радикалы болып келеді. Негізі байқап отырсақ, мынау бізде метан еді, метил, яғни ил деген жалғау жалғанды. Этан еді, этил, пропан, пропил. Бутан, яғни изобутан. Изо деген сөзді қосқан себебіміз бұл бізде жаңағыдай түзу сызықты емес, екінші көміртегі атомнан кейін тармақталып кеткеннен кейін бұл бізде изобутан еді. Ал радикалға айналғаннан кейін, яғни мына жерде тағы да бір сутек атомы жетіспегеннен кейін бұл бізде уже радикалға айналып кетті. Нәтижесінде изобутан емес, изобутил етіп қарастырамыз. Енді жаңа біз тарихи номенклатураны қарастырдық. Ендігі кезекте рационалды номенклатураны қарастырайық. Рационалды номенклатура бойынша біздегі мысалы берілген қосылыс CH3, CH2, CH3, CH3 бойынша CH2 болады. Рационалды номенклатура бойынша, бұл номенклатура бойынша біз негізінен ортаңғы тұрған көміртекті қарастырамыз, көміртегі цепін. Яғни осыны біз екі түрлі радикалға бөліп тастаймыз. Яғни бұл заттың атауы бізде дұрысынан жаңағы тарихи номенклатура бойынша бутан еді ғой, ал рационалды номенклатура бойынша бұның аты бізде бірінші радикал бізде метил радикалы, одан кейінгі тұрған радикал этил радикалы, яғни метил, этил, метан. Дәл сол сияқты тағы да бір затты алып қарастырайық. Бұл жағдайда бізде метил, яғни метан етіп қарастыратын болсақ, метил, мынау бізде изобутил, метан. Бірақ бұл көп қолданылмайды, өйткені бұл шатасып кетуге алып баруы мүмкін. Қазіргі таңда көбінесе Си жүйесі бойынша номенклатура қолданылады, оны қазір қарастырамыз. Метил, изобутил, метан. Си жүйесі бойынша қолданылатын номенклатура. Жалпы әрі қарайдағы жұмысымыз біздің осы алкан болсын, алкен, алкин болсын, барлық заттардың атауы бізде осы Си жүйесі бойынша аталатын болады. Так, мысалы қарайық. Кез келген бір тізбекті жазып шығарайын. Бұл бізде көміртек атомдарын жалғап шығамыз. Бұның аты бізде 1, 2, 3, 4, 5. N-пентан. N-пентан. Енді осы N-пентанға алып келейік, радикалдарды алып келетін болсақ. Мынақа CH3-ті жіберейік. Былай жасайықшы. CH2, CH3 болсын. Мына жерде тұрған нәрсе бізде CH3 радикалы болсын. Енді Си жүйесі бойынша мен мына көміртегілерін, сутегі заңдарын жазбай қояйын, сол кезде тезірек болады. Так, Си жүйесі бойынша біз белгілеген кезде, яғни 1, 2, 3, 4-ті белгілеген кезде радикал қай көміртек атомына жақын тұр, содан бастап белгілейміз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5. Осы жерде ең кіші радикал бізде қайсысы? Метил болғаннан кейін метил, этил деп бастаймыз. Олардың орны ауысып кеткен жағдайда да біз метилден бастап жазамыз. Яғни бұның аты бізде қалай болады? 2 метил, сызықша болады. Оның арасында сызықша, одан кейін де сызықша. 3 этил, негізгі тізбек, пентан. Негізгі атауы осындай. Жалпы бұл сабақ бойынша мен әрі қарайда үй тапсырмаларын беріп отырамын. Енді осы алкандарға тән біріншілік, екіншілік, үшіншілік және төртіншілік көміртегі атомдарын қарастырайық.
Ең алдымен біріншілік деген атау қайдан беріледі? Біріншілік. Осының арасындағы біріншілік сутегі атомдары қайсысы деп бізге сұрақ берілетін болса, біріншілік көміртегі атомы дегеніміз бір ғана сутегісін берген көміртегіні біз біріншілік көміртегі деп атаймыз. Бұл жағдайда бізде мынау және мынау. Енді осының керісінше, яғни басқа ракурспен қарайтын болсақ, екіншілік деген түрі бар. Екіншілік көміртегі атомы. Екіншілік көміртек. Бұл жағдайда бізде екі сутегі атомын бөліп беретін болса, онда ол бізде екіншілік көміртегі саналады. Бұл жерде бізде CH2 көміртегі атомы, именно көміртегі тізбегі бізде екіншілік көміртегіне жатады. Дәл сол сияқты. Үшіншілік. Былай жазайын. Үшіншілік. Мысалы, жаңағыдай изобутанды қарастыратын болсақ, изобутан жағдайында үш сутегі атомын жаңағы яғни сутегі атомын өзінен беретін болса, чтобы цепті пайда қылдыру үшін, онда ол бізде үшіншілік көміртегі болады. Дәл сол сияқты біз егер де былай қарастыратын болсақ, бұл бізде сәйкесінше төртіншілік көміртегі болып саналады. Төртіншілік. Осыны әдемілеп өздеріңізге жазып алғандарыңыз дұрыс болады. Енді осының атауы бізде жаңағы си номенклатура жүйесі бойынша 1, 2, 3, мен аштарын жазбадым, өздеріңіз жазып аласыздар бұны обязательно. Бұл жерде бізде 2 диметил 1,3 пропан. Енді келесі. Енді бізде қалғаны алыну жолдары және физика-химиялық қасиеттерін қарастырамыз, яғни алыну жолдары және химиялық қасиеттері. Ең алдымен алыну жолдары. Қазір мен сіздерге екі түрлі өндірістік және лабораториялық жолда алынуын қарастырып айтып беретін боламын. Бірінші, олардың галоген туындыларына натрийдің металлын қосу арқылы біз оларды жаңағы цепті біріктіріп, натрийді галогенмен бөлек шығарып жіберуімізге болады. Мысалы, бұл бізде метил иодид. Қосамыз натрий, қосамыз давайте CH3, CH2 иодид болсын, этил иодид. Сәйкесінше натрий мына жердегі екі ионмен, екі иодидпен әрекеттеседі де натрий иодидін түзеді. Мына жерге екі қоямыз. Плюс мына цепті бір-бірімен біріктіріп жібереміз. Яғни мына тұрған көміртегі атомы келеді, мына жаққа жалғасып кетеді. CH2, CH3 нәтижесінде пропан шығады екен. Дәл осындай. Яғни қарасаңыздар, бұл жерде біз метил иодидті этил иодид пен пропил иодид екеуін қосу арқылы бутанды алсақ болады. Мысалы, бутил иодид пен төртеу ғой. Пентил иодидті қосу арқылы ноннан алсақ болады. Яғни С9-ды алсақ болады екен. Бұл ең алдымен өндірістік жолдарда алынатын галоген туындылары арқылы алыну жолын қарастырдық. Енді екінші түрі лабораториялық жолдарда, яғни көбінесе бұл органикалық алкандар негізі өте взрывчатый болғаннан кейін бұл өндірістерде алынады. Алюминий карбидін біз гидролиз, яғни сумен әрекеттестендіретін болсақ, алюминий OH3 плюс CH4 алынады. Бұл жерде енді біз теңестіретін болсақ, алюминий 4-еу, мына жерге 3-ті жазамыз, 2-ін көбейтетін болсақ 14, 12, мына жерде 2-ін көбейтетін болсақ 12, мына жаққа 12-ні жаза саламыз, и теңесті. Келесі үшінші алыну жолын айтатын болсақ, натрий ацетаты мен натрий OH әрекеттестендіретін болсақ, онда сәйкес бізде алкан шығады. Натрий ацетатының формуласы CH3, С, H жазатын болсақ,
О натрий плюс натрий OH пен әрекеттестендіреміз. Бұл жерде тұрған CH3 радикалы реакцияға түсуі арқылы мына жердегі бір сутек атоммен қосылады. Нәтижесінде CH4 газы, яғни бұл бізде метан, бізде жаңа бірінші айтып кеткендей газ болып саналады, плюс натрий 2 SO4 бейорганикалық тұзы шығады екен. Енді келесі ең соңғы химиялық қасиеттерін алып қарастырайық. Химиялық қасиеттері. Олар қандай химиялық қасиеттер көрсетеді екен? Ең бірінші реакцияға мен жаңа галогендермен әрекеттесуін жазғым келіп отыр. Яғни галогендер бізде иод 2-мен, хлор 2-мен, бром 2-мен әрекеттеседі, және олар бізде 4 сатымен жүреді. CH4-ті, яғни бұл жаңағы олардың қаншалықты последовательності болатындығын алканның құрамындағы сутегі атомдарының сандары шешеді. Мысалы, металмен әрекеттестендіретін болсақ, онда бізде бірінші бірі ғана сутегі атомы реакцияға түседі. Нәтижесінде, мына жерге жазып қояйын, H хлор реакциядан бөлініп шығады. Или былай жазсақ та болады. CH3 хлор плюс H хлор. Метил хлорид. Енді осы CH3 хлорды алып келемізде, тағы да хлор газымен әрекеттестендіретін болсақ, CH2 хлор 2 плюс H хлор. Бұл енді бізде метилен хлорид болады. Өйткені CH2 радикалы бізде метилен болып аталады. CH2 хлор 2 плюс тағы да хлормен әрекеттестендіреміз. CH хлор 3. Бұл бізде хлороформ. Бұл енді көбінесе жаңағыдай метаннан хлороформ алу процесі, яғни алыну жолдарын айтты. То есть, оның қолданысын айтатын болсақ, именно метан хлороформ алу процесінде өнеркәсібінде қолданылады. Нәтижесінде тағы да H хлор шығады. Енді ең соңғы процесті мына жаққа жазайын. Хлороформ. Тағы да біз әрі қарай хлор газын бере беретін болсақ, онда С хлор 4 плюс H хлор. Бұл енді бізде жаңағы көміртегінің 4 атомымен байланысқан хлор көміртек 4 хлориді. Алкандардың көрсететін екінші химиялық қасиеті ол жану реакциясы. Яғни біз осыдан алдыңғы бірінші сабақта айтып кеткендей, кез келген көмірсутегі қосылыстарын жандыратын болсақ, онда нәтижесінде көмірқышқыл газы мен су түзіледі. Мәселен, метанды біз жандыратын болсақ, нәтижесінде CO2, H2O түзіледі. Дәл сол сияқты пропанды да жандыратын болсақ, нәтижесінде еш өзгеріссіз CO2 мен H2O түзіліп шығады екен. Мына жердегі теңестірулерін дәлше жазып алыңыздар. Үшінші реакция үшін мен дегидроленуді айтқым келіп отыр. Дегидролену. Мысалы, CH3 бұл бізде қаныққан көмірсутек молекуласы. Енді дегидролену дегеніміз біз H2 газын шығарып тастау. Бұл жағдайда бізде температура қолданылады міндетті түрде. CH2, яғни бұл бізде этен, немесе ацетилен плюс H2 газы шығып кетеді екен. Енді осы жерде біз келесі сабақтарда алкенді қарастыратын болсақ, ол жерде керісінше гидролену деген реакция жүреді. Ол кезде біз уже сутегіні қосу арқылы қаныққан көмірсутектерге айналдырамыз. Енді ең соңғы төртінші реакция бұл термиялық крекинг деп аталады. Термиялық крекинг. Бұның анықтамалығын жазып алыңыздар. Мына жерде крекинг. Термиялық крекинг дегеніміз ол жоғары температурада ұзын тізбекті алкан молекулалары екі алкан және алкенге ыдыраған кезде, онда оны біз термиялық крекинг деп атаймыз. Мысалы, мынау бізде өзіміз білетіндей 6-ауын жазып шығайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Или 5 жарайды. Не важно. 1, 2, 3, 4, 5.
бізде пен кенге ыдырауы мүмкін. Қарапайым CH4 CH4 плюс ашып жазуым керек еді. Қалған төртеуін біз бутенге айналдырамыз. Далее CH3 бұл бізде этан болса, ал бізде пропен. Дәл сол сияқты жерде бізде басқа келеді ма? Жерде бізде пропан болса, этен келеді екен. Тағы да біз қаныққан бір көмірсутек молекуласын жазамыз. Сәйкесінше пропан плюс H2. Бұл бізде этен, яғни алкен. Бұл жердегі біз көміртек атомдарын бір-бірімен қосатын болсақ, онда 5 деген сан шығады. Яғни бұл жерде бізде термиялық крекинг бойынша ұзын тізбектегі алкан ыдыраған кезде бір алкан қосылысына және бір алкен қосылысына ыдырайды екен. Қазір мен осы сабақтың соңына, осы сабақтан кейін PDF файлды жүктеймін. Ол файлда бізде бірінші тест сұрақтары болады. Одан кейін тақырыпқа сәйкес есептеулер болады. Сол есептеулерді шығарып, жауаптармен тексеріңіздер. Сау болыңыздар.